Алкоголь ішуге сылтау іздейді. Осы наркологиялық қызметке қатысты сұрақтарыңыз болса, бізге міндетті түрде жазыңыздар, жауап береміз. Бүгін Алматы қалалық психикалық сауықтыру орталығының директоры Сапар Рахметшиевпен сұхбатты біз әрі қарай жалғастырамыз. Жалпы Алматы қаласында қанша адам осы маскүнемдік және қанша адам нашақорлықпен тіркелген? Бізде енді 4700-ге жуық адам осы біздің наркологиялық қызметте диспансерлік бақылауда тұр. Соның ішінде 1300-ге жуығы олар есірткіге тәуелді, қалғандары алкогольге тәуелді адамдар. Тойларда адамдар ішіп жатыр, туған күн, мерекелік шараларда ішеді, олардың барлығын осында келіп жатқызбайды ғой. Жалпы маскүнем қарапайым адамнан айырмашылығын Енді бұл білуге жерде болады ма? маскүнем деген ол тәуелділік қой алкогольге. Алкоголизмнің өзінің үш кезеңі бар. Бірінші кезеңі ол адамдар алкогольді ішкенде анда-санда ішеді, бірақ мынау көлем жағынан көп ішеді. Мысалы, кейбіреулер 100 грамм, 200 грамм алкоголь ішіп тоқтайтын болса, бұл кісілер уже тоқтай алмай, әрі қарай өздері де айтады, менің құлығым ашылып кетеді де, соны жабу үшін мен 1 литрге дейін ішіп қоятын жағдайларым болады дейді. Мысалы, бұл бірінші кезеңде. Ал екінші кезеңде абстинентті синдром дейді, яғни қан қысымы көтеріледі, мына жүрек қағысы пайда болады. Осыны басу үшін жалпақ тілмен айтқанда бас жазады дейді ғой. Бас жазатын болса, бұл жерде екінші кезең басталады. Апталап, айлап, жаңағы күнде тоқтамай ішуге салынып кетеді, соның нәтижесінде ұйқылары бұзылып, әртүрлі психозға алып келеді. Яғни психоз деген дауыс естіледі, көзіне елестер көрінеді деген сияқты, сондай жағдайға алып келеді. Ал үшінші кезең деп отырғанымыз, бұл енді адамның мен деген қабілет болмайды, яғни деградация дейді ғой, сондай жағдайға алып келеді. Көрдіңіз бе? Ал адамдар бар, енді ол ішетіндердің барлығы маскүнем деп айтпаймыз. Мен ондай кісілерді білемін, мысалы 200 граммнан артық мен ішпеймін дейді, мысалы, болды ішеді, болды тоқтап қояды. Көптеген әйелдердің сұхбатын тыңдадым. Мен осы өзіндегі күйзелістен құтылу үшін, қиын жағдайға тап болғаннан шығу үшін, немесе бір қайғыны ұмыту үшін іштім дейді. Бұл сылтау ма, әлде расымен де осы ішімдік арқылы содан құтылуға бола ма? Енді көбінесе шын мәнісінде мынау күйзелісте жүрген адамдардың барлығы осы ішімдікте ем іздейді. Күйзелістің үстіне тағы да ішетін болса, бұл жерде мына күйзелістің қозуы өршіп кетеді алкогольдің кесірінен. Көбінесе былай қарап отырсаңыз, олар арақ ішуге, алкоголь ішуге сылтау іздейді. Түсінесіз бе? Ол сылтау кез келген себеп оларға сылтау болуы мүмкін. Мысалы, тамақтың тұзы аз болғанда сылтау болуы мүмкін. Мысалы, үйіне келген кезде күйеуі жаңағы ала көзбен қараса, ол да сылтау болуы мүмкін. Түсініп отырсың? Бұл сондықтан, егер адам сылтау іздейтін болса, ол сылтау табыла береді. Дәл осындай сіздерде түйткіл болса, бізге хабарласыңыздар. Біздің білікті тәжірибелі мамандар міндетті түрде сіздерге жауап береді.